махаббат ертегісі. Барлығы Сараның үйіне қонаққа келген кезде Сараның анасы келіп, сен Күршат Келимчидің қызысың деп айтады. Сол кезде барлығы таңғалып, не айтып тұр деп сұрайды. Сол кезде Жанфеза, сен алмай тұрмын дейді. Ал Сара болса, яғни мен Күршат Келимчидің қызымын деп айтады. Жалған өтірік айтып тұр. Тіпті сені балалар үйінен алып жатқанда да атыңды өзгертіп жіберген. Не, мен сені таба алмай қалады деп ойлады ма дейді. Өтірік айтпа, ол өтірік айтып тұр. Сен балаларды менің қолымнан ұрлап әкеттің. Мен оларды қайта-қайта алып кетуге тырыстым. Ал ол болса үнемі тығып отырды. Сен қандай әйелсің өзі? Мен қандай жағдайдың ішінде тықтың? Мен өзімді осындай жағдайға қалай кіргізіп алдым? Қарашы өз халіңе. Күндердің күнінде осылай есеп беретін уақытың келді ғой. Міне Күршаттың басына да сол уақыт келіп отыр дейді. Махир бұл жерден кетейік деп шығып кетеді. Сол кезде сыртқа шыққанда, папа сенің Сара қызың ба не? Түсінбедім, маған бірдеңе түсіндірші дейді Жанфеза. Ал мына жерде Сараның мамасы қуанып музыка қойып билеп жатыр. Бірақ баласы музыканы өшіріп, мен саған 3-ші сортты билеуіңді осы есіктің алдында қалдыр деп айттым емес пе дейді. Тағы да саған менің кім екенімді маған еске салма дедім емес пе деп айтады баласына. Манаған қара, осының бәрі мал-мүлік, мына үй, қыруар ақша, анаңның сол 3-ші сортты билеуінің арқасында келгенін білесің ғой, иә дейді. Енді не істедік, қолына не тиді? Сонда біз осылай сөйлесеміз деп келіскенбіз бе дейді. Ал осы жерде ант етемін, қазір Асаф пе ашудан булығып отырған шығар. Біз онсыз да қиын жағдайдамыз. Мына аласапыранның ішінде мен сені қалайша бұл үйге алып келемін дейді. Валлахи, оны да өзің білесің деп айтады. Қара, саған мол-мол ақша берейін, үстіне бөлек үйде жалдап берейін. Сен бар дейді. Қалай, сен бұл үйде не істеп қалмақсың деп айтады. Жоқ, мен бұл үйде қаламын. Мен жылдар бойы балама зар болып келдім. Енді ешқайда кетпеймін, мен осындамын деп айтады. Ей, сен адам, халін түсінбейсің бе? Мен енді Асаф бейге мұның бәрін қалай айтамын? Ай, 100 жылдық күйеуің ғой, оны да мен айтуым керек пе жаным дейді. Не айтсаң да өзің біл дейді. Мен мына есіктен кірдім бе, енді шықпаймын деп айтады.